Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасының аясында азаматтардың денсаулығын жақсарту үшін түрлі үздік шаралар қолға алынуда. Нәтижесінде статистикалық мәліметтер де жақсарып келеді. Мәселен, Астана қаласы бойынша туберкулез ауруына шалдыққан ересектер саны 12%-ға, ал балалар саны 20%-ға дейін төмендеген. Халқымыз атын атауды жаман ырымға балап, тіпті атауы табу сөзге айналып кеткен құрт ауруымен күрес қалайша жүзеге асуда. Бүгінгі бағдарламада баян етпекпіз. Арнадан алыстамаңыздар. Бұл ақылды қала бағдарламасы. Мен Данияр Алматұлы. Армысыздар. Кезінде республикалық таралымы мол танымал газет бір санын Қазақстан қан түкіріп тұр деп бас тақырыппен шығарған болатын. Сөздің астарын түсінген боларсыз. Ол мақала жарияланған уақыттар туберкулез ауруы бойынша Қазақстан әлемдік тізімнің алдын бермеген кездер болса керек. Қазірде жағдай мәз емес. Әлі де қан түкіріп тұрмыз десек болады, бірақ бұрынғыдай емес. Рейтингтердің басынан сәл шегіне бастадық. Дей тұрғанымен 17 миллион қазақ үшін төрткүл дүниедегі 200 елдің ішінде 10-қа кірудің өзі де ұят дерсің. Бүгінде ауруымен күресудің арнасы дұрыс жолға түскен сыңайлы. Соңғы сандық көрсеткіштер бұған дәлел. Дертті анықтайтын түрлі құрал жабдықтардан да қаржы аяп жатқан жоқпыз. Себебі әлеуметтің денсаулығы бірінші орында. Туберкулезге шалдыққан аурулардың диагнозын дәріге тұрақтылығын анықтау үшін 2013 жылы біздің диспансерде жаңа экспресс әдісі эксперт деген қолдана басталды. Бұл әдістің нәтижесі 2 сағаттың мезгілінде дайын болады. Және де 2014 жылдан бастап диаскин тест тоже сынамасы қолдана басталды. Қазіргі уақытта туберкулезбен алдын алу анықтау ретінде және де дер кезінде ем бастау үшін, инфекцияның қаупін азайту үшін жаңа экспресс әдіс, тест полоска деп аталатын, немесе биотрейсер деген қолға алынып жатыр. Тест 15 минутта нәтижесін береді. Айта кетейік, өкпе ауруының алдын алу мен емдеу 2011-2015 жылдарға арналған денсаулық саласын дамыту мемлекеттік бағдарламасының басым бағыттарына енгенді. Экспресс-тесттің енгізілуі де сол бағдарламаның шеңберінде жүзеге асқан. Кореялық компанияның жаңа жабдықтары елімізде әзірше пилоттық жобада іске қосылған. Астана қаласынан бөлек Алматыда, Семейде, Қостанайда осындай сынамалы шаралар жүргізілуде. Алдағы уақытта кең қолданысқа беріледі деп күтіліп отыр. Ертең тіпті үйіңіздің қасындағы кішігірім поликлиникадан да дәл осындай жылдам анықтау тестілерін көріп қалуыңыз мүмкін. Себебі бұл үлкен зерттеулер жүргізуге қауқары жетпейтін медициналық мекемелер үшін шақталған. Дәрігерлер осы биотрейсерлердің көмегімен 15 минуттақ кеселді дертті анықтайтын болады. Тестіде 2 таяқша шығып, аурудың ұшы көріне қалса, науқас дереу диспансерге жөнелтіледі. Бұл экспресс-тестпен жұмыс істеу үшін Корея елінің өкілдері диспансерға келіп медицина қызметкерлеріне арнайы дайындық өткізді. Тесттің ерекшелігі диспансерден тыс емдеу мекемелерінде қолдануға болады. Бір қарағанда сырт келбеті жүктілікті анықтау тестілеріне ұқсайды. Мамандардың айтуына қарағанда жұмыс істеу технологиялары да тақылеттес. Алайда біздің нысанадағы тестілерді тұрмыстық жағдайда қолдану мүмкін емес. Дәрігерлер көк тамырдан қан алып, оның сары суын бөліп алады. Сөйтіп оның 3 тамшысын тест құралына тамызады. Нәтижесі таяқшалар арқылы белгілі болады. Яғни бір таяқша шықса, аурудан науқастың қаны деген сөз. Ал 2 таяқшаның белгісі шықса, құрт ауруы диагнозы қойылады. Сайып келгенде бұл құрал өте қысқа уақыттың ішінде қосалқы құрылғылардың көмегінсіз кеселді анықтауға септігі тимек. Ал ауру алдын ала анықталса, онымен күресу де жеңілдей түсетіні анық. 2010 жылы бактер құрылғысы келген. Сол құрылғы арқасында біз туберкулез қоздырғыштарын 4 күннен 1 ай мөлшерінде зерттеп анықтап беруімізге мүмкіндік туды.
2011 жылдан бастап молекулярлық генетикалық зерттеу құрылғысы Хайнтест құрылғысы арқасында туберкулез қоздырғыштарын және туберкулезге қарсы емдейтін дәрілерге төзімділігін анықтаймыз. 2 күн мөлшерінде уақыт кетеді. 2013 жылдан бастап молекулярлық генетикалық зерттеу құрылғысы GenExpert іске қосылды. GenExpert бізге туберкулез қоздырғышын 2 сағатта зерттеп шығаруға мүмкіндік туғызды. Өкпе дертін зерттейтін, анықтайтын құрылғылар лабораторияда жеткілікті. Бірі германиялық қондырғы болса, екіншісі Францияда өндірілген аппарат екен. Ал тағы біреуі ақштың технологиясы. Әрқайсысының өз артықшылықтары мен ерекшеліктері бар. Біреуі екіншісінің орнын баса алмайды, қайта бірін-бірі толықтырып отырады дейді зертхана қызметкері. Сол себепті ешқайсысы қолданыстан шығарылмақ емес. Алайда 15 минуттың ішінде ауруды анықтауға мүмкіндік туғызып отырған тесттер барда, бұл үлкен әрі қымбат аппараттардың маңызы қанша? Біз дәріге төзімділігін әрі қарай анықтауымыз керек. Қандай қоздырғыштың қандай түрі екенін анықтауымыз керек. Содан кейін науқастарды емдеу барысында әртүрлі қиындықтар тууы мүмкін. Мысалы, бір препараттар кері әсер етуі мүмкін, немесе әсер етпеуі мүмкін. Сонда біз төзімділігін анықтаймыз, қандай препарат екен, оның орнын ауыстырып, басқа препаратқа көшуге мүмкіндік туады. Ал алдағы уақытта Астанадағы тубдиспансер қала орталығынан тысқары ауданға көшірілмек. Осы ретте 4 корпустан тұратын 500 орындық жаңа ғимараттың құрылысы да аяқталып қалған көрінеді. Жаңа ғимарат заманауи талаптарға сай медициналық құралдармен жабдықталмақ. Көшірілу себебін сұрағанымызда емделушілер мен қала тұрғындарының қамы үшін деген қысқа жауап естідік. Сөйтсек, осыдан 4 жыл бұрын елбасымыздың өзі арнайы тапсырма берген көрінеді. Бәрі де науқастарды изоляциялық жағдайда ұстау мақсатында жасалып жатыр. Алайда бұл тубдиспансер қазіргі ғимараттан түбегейлі көшіріледі деген сөз емес. Астаналықтардың бәрі қала сыртына шыға бермесі анық. Мүмкіндіктері де бола бермейтіні түсінікті. Сондықтан бұл ғимарат диспансер ретінде жұмысын жалғастыра беретіні айтылып отыр. Тағы бір себеп ауруға шалдыққандардың еңбек мигранттарының ішінде көптеп кездесуі және олардың науқастану көрсеткіштері жылдан жылға жоғарылап келеді. Астана қаласы аймақтардың арасында туберкулезге шалдыққандар бойынша 10-шы орында тұр. Бұл біздің мемлекетімізде басқа аймақтарға салыстырғанда төменгі көрсеткіші деп білдіреді. Ауруға шалдыққан мигранттардың саны 2015 жылы 16-да 3% құрады, ал 2014 жылы 12% құраған. Енді мигранттардың арасында көпшілігі Өзбекстан, Ресейден еңбекке келген азаматтар. Енді бұл адамдар уақытында тіркелмеуі, сосын тұрмыс жағдайларын болмауы және уақытында тексеруден өтпеуі қолайсыз жағдайға орын береді деп санаймыз. Әдеттегі ауруханалардағыдай мұндағы мамандар да негізінен нәзік жандылар қауымынан. Адам жанын аурудан арашалаушы ақ халаттылар тіпті өздерінің мерекелерінде де демалмайтын көрінеді. Кезекшілік атқарады, науқастарды бақылауда ұстайды, қадағалайды. Емделуші әйелдер де бар мұнда. Халықаралық мерекені солармен өткізуге де болады емес пе деп ағынан жарылды Жанна Қабытай қызы. Ол кісінің пікірінше фтизиатр болудың өзі жүректілік. Көпшілік медик мамандар жұқпалы аурулар саласына жолағысы келмейді, қауіптенеді. Ерлік елеуінен өткен қызметкер ғана іріктеліп қалады деп өз әріптестерін қолдай түсті. Иә, адам алдыңа денсаулығын аманаттап келсе, жауапкершіліктің арта түсетіні рас. Зады, бұл жауапкершілік қазақ тәрбиесін көрген дәрігер үшін Гиппократ антынан да жоғары тұрса керек. Бұл жерде Назарбаев университетінің қызметкерлері ғылыми тәжірибелік жұмыстар жасайтын көрінеді. Тіпті жаңа қондырғылар мен аппараттар ойлап шығармақ ойлары бар екен. Ал әзірге Германияда өндірілген мына сияқты қондырғылар қолданыста. Мұның көмегімен науқастың ауруын 2-ақ күнде анықтауға мүмкіндік бар көрінеді. Сонымен құрт ауруын анықтаудың эволюциялық жолы былайша көрініс табады.
осыдан 10 жылдай бұрын шамамен тым әріге бармайық. Ауруды анықтау 3 айға дейін созылатын. Кейін ол 1 айға дейін қысқарса, қазір 2-ақ күнде анықтаудың жолдары қарастырылған болатын. Ал бүгінгі таңда 15 минуттың ішінде де анықтауға болатынын бүгін әңгімеге арқау еттік. Келесі аптада жүздескенше аман сау болыңыздар.